Құрметті атыраулықтар, Атырау қаласы маңындағы Ақжайық резерваты аумағында соңғы күндері ауқымды өрттің орын алу фактілері тіркелгенін бәріңіз жақсы білесіздер. Бұның салдарынан Атырау қаласына соңғы күндерде түтіннің көбейіп жатқан фактілері атыраулықтарды кеңінен қазіргі таңда мазалауда. Бұған байланысты тиісті жұмыстар ұйымдастырылып жатқандығын атап өткіміз келеді. Алдымен 13 маусымнан бастап, өрттің орын алған күннен бастап, облыста арнайы жедел штаб құрылып, бұған әкімдік пен төтенше жағдайлар департаментінің жауапты азаматтары бірлесіп жұмысты ұйымдастырды. Ақжайық резерваты аумағындағы бұл 17-ші квадрат болып табылады. Осы квадратта қазіргі таңда да арнайы жедел штаб құрылды. Бұл штабтың базасында басшылық құрам және де 100-ден астам төтенше жағдай департаменттерінің өкілдері және де 40-тан астам орман шаруашылықтары мен арнайы мекемелердің қызметкерлері жұмыс жасауда. Қажетті техникалармен қамтамасыз етілді. Алдымен бұл облыста тұрақты негізде жұмыс жасайтын Ми-8 тікұшағы, сонымен қатар бүгіннен бастап осы жұмыстарға Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан қосымша Ми-8 тікұшағы жұмылдыруда. Ата кету керек, осы уақытқа дейін тек қана бір тікұшақтың күшімен жұмыстар ұйымдастырылып, өрттің түбегейлі сөнбеуінің негізгі себептерінің бәрі бірінші бұл ауа райының жағдайы, екіншіден резерваттың өзінің аумағының батпақты жер болуына байланысты болып отыр. Өйткені 13 маусымнан бастап 4 рет өшірілді өрт, яғни өрттің ашық жалындары. Дей тұрғанмен де бұл жерде 1 метрге жуық қопаның қалыңдығы болғаннан кейін бұл шөптер, тамырлардың жиынтығы өрттің астынан қайтып қызумен қалыптастырып, жердің әсерімен қайтып лапылдар шығып жатқаны тіркелуде. Соған байланысты қазіргі таңда тәуліктік кезекшілік ұйымдастырылды. Қазіргі өрттің маңайында арнайы дрондар мен тепловизорлар жұмыс жасап жатыр. Әрбір қызуды, жер астында қызудың фактілері тіркеліп, сол жерлерге вертолеттар нүктелі түрде суды шашу жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Екінші вертолет бүгіннен бастаудың да себебі бар, өйткені соңғы күндері өте қатты дауыл жел болғанын жақсы білесіздер. Бұған байланысты тікұшақ тұрақты негізде жұмыс жасай алмады. Соған байланысты бүгін ауа райының ашылуына байланысты екінші тікұшақпен де төгілетін судың көлемі 2 есе ұлғаятын болады. Тағы да бір тиімді әдістердің бірі бұл жерді жыртып, өрттің далаға таралмауын шектеу. Күні бүгінге 10 арнайы техника, жерді жыртқыш техника жұмыс жасап жатыр. Бұл техникалардың көмегімен 50 километрден астам осындай арнайы жолақтар ұйымдастырылған болатын. Бұл өрттің, резерваттың басқа бөліктеріне таралуын шектейді. Адами күштерден қазіргі таңда арнайы мамандар мен орман шаруашылығы мен резерват қызметкерлері жұмыс жасауда. Атап өтуіміз керек, өрт аумағына еріктілер де, басқа да азаматтар да өздері сұранып жатыр көмек көрсетуге. Дегенмен де өрт өте қауіпті дүние болғаннан кейін бұл жерге біздер дайын емес адамдарды қатыстыра алмаймыз. Жалпы құрметті атыраулықтар, соңғы күндері осы өңірге қандай үлкен сын түсіп жатқандарымыз бәріміз жақсы білеміз. Сабырлық танытып, қолдау көрсетіп жатқандарыңызға ерекше атап өткім келеді. Бірнеше үлкен компаниялардың өкілдері, еріктілер, белсенді азаматтар хабарласып, қандай да бір көмек қолын созғысы келіп ниет білдіруде. Дегенмен де қайталап өткіміз келеді. Резерваттың аумағы, өрттің өзінің ерекшелігі қауіпті болғаннан соң бұл аумаққа біз дайын емес азаматтарды кіргізбей отырмыз. Әкімдік тарапынан, тиісті жауапты құрылымдар тарапынан барлық күш-жігерлері осы жұмысты аяқтауға жұмылдырылуда. Қазіргі таңда бірінші міндетіміз өртті сөндіру болатын болса, екінші міндет ретінде осындай өрттерді алдағы уақытта болдырмау.